Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін, нәзік болып келетін сметанник дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецептермен бөлісетін боламын. Алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қант ұнтағын қосамыз. Содан соң бір жұмыртқа қосамыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызды екі бөлікке бөліп қосамыз және қобыздатқышымызды саламыз. Жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз да дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік болып келеді. Енді бұл қамырды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы арада кремін дайындаймыз. Бізге 20% қаймақ керек болады. Және де оған құмшекерімізді саламыз. Және жұмыртқамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұл сметанникті піскен уақытында емес, бір күн өткеннен кейін жесеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Міне бізде креміміз дайын болды. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, осындай кольцоға төсеп шығамыз. Бір келкі тегіс болу керек. Және де шет-шеті бірдей болу керек. Қамырды жайған кезде де ортасынан бастап жайып бастаймыз. Содан соң барып, осылай видеодағыдай шетін бір келкі тегіс етіп шығамыз. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Шет-шетін осылай қолымыздың көмегімен тегістеп шығамыз. Енді начинкасын құямыз. Және де 150 градуста жарты сағатқа қойып пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан градустарыңызға мән беріңіздер. Міне бізде сметаннигіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, нәзік болып шықты. Түсі де әдемі болып шықты. Енді кесіп көрейік. Міне қараңыздар, өте жұмсақ, нәзік болып келеді. Бұл сметанникті тапсырысқа, жақындарыңызға жасап берсеңіздер болады. Ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болғаны жансая ас болсын.